Сәлем, сәлем, сәлем. Ту-ту-ду-ту, ту-ту-ду-ту. Сәлем ғалам, сәлем ғалам. Ту-ту-ду-ту, ту-ту-ду-ту. Сәлем, сәлем. Итак, бұл что за сумесу? Какой-то странный. Бұл вообще-то менің баласақта ойнатып жүрген сумес. Даже ручкасын оторвали. Только ничего банда утрала, білмеймін. Итак, достар, у нас сегодня на завтрак пшеничная каша на деревенском молоке и на деревенском масле. Нөке ағай, менің бұтқан есеп. Енді сенің бұтқан балақайым бәбеке башын көресің бе? Дәмді болған ой. Даже песокта алған, шишпеп песоға салғансың. Бұтқандық дәмді болған достар, потому что мен бұнда шишме песоға алдым, әбиеліл майы алдым, әбиеліл хөті алдым, нық дәмді болған зәке ғана яратып ашайды. Әлі кейін мене пшеничный бутқа шата тұрған естейсің ме? Жирмендегі шайтып, тартып істеп. Мына хәдір мен хеңе пшеничный бутқа шатам. Рахмет енді ғадам. Рахмет. Азалиямат дәмдім бұтқа. Елік сұлаттық, сұт ирменде тарттық. Нық дәмлі бола тұрғайны. Түйер тұрғайны. Бір, короче, достар, бұнда хаймай бір үстәл бәләкей генә шуға бау шерде ашайбыз бітімізі. Классташтарым қайтқан, классташтарымның хәлін білем деп, алар менің классташтарым, Руслан Арыстан, һәм шөйтмә менің күршілерім, бүтін баласақты бірге өткердік. Мен әзді аларына таныштырғаным бар, достар. Ана уже қапқаған асып күтіп тұралар. Сәлем! Привет! Яңы елма. Сәлем! Бұлар жүрсін ішіп яңса ұйқына кеп тұрғанда, қарағыдай достар дейін бұл. Үйден сәкі тұғызда. Қой, хүндір. Хүндір мен. Хүндір. Барфынықтыр хүндір. Неме кәне күр хүндір. Ертен сәк хізніндей. Естен сәк тұғызда шай болайынды. Мана хинге яңы елға бөлек. Емекей бұл қады татарский. Закуситтерге. Зор рахмет. Мен гаишник аяқ етем деймін. Мен Рүстемге рәт кейгені. Бәлкеңе күстін әстер. Бұны Рүстемге. Берің ем. Ярай. Зәлия бұны әрине. Оқты. Елдеріңді. О, рахмет. Руслан мене yok. Мына келінге. Русландың. Рүстемдің. Милошаға. Болды. Дарьяна камер зубы не смотрит. Солай. Тішің өте ашарың. Тешкер алашып тұр. Біз оқшағанды достар, екеуізді мұна қараға бірге өскәз. Между прочим, Руслан менің молочный брат. Представляете ма? Аның әсәхі мені емізген. Мен, короче, хөтін көбірек көріп таштағанда бейгірек болып өскенім, оданырақ болып. Мен қалдырма. Айнетегізік менің икмәгінді ұрдала шайтырғайым. Короче, дипломатын келтіріп, асы бар әлі дипломатында. Оша құлдан қашайтқан балар, әр икмәг ашайынды, қара икмәгі жоқ деген. Деген икмәг бұл болмағанда перемез ала өргенде асамды ашайымды рахаттанып болған, тұрып қалмай. Естейміз. Инама. Мәриям, біледі, татарка, подружка, там бұшқандарды үйдешелер екенді. Татарка айтекем. Мұна менің сәғи болады ян дұзым бар дүйді. Сұбыт әймеге келеді дүйді. Сәй сәуіт, бәлі шашауыт, татар сайырдар, yoқтарға атау дүйді. Мария айтады, у меня тоже друг есть, Вася, тоже по субботам приходит. Водку пьем, сало жрем. А потом как начинаем, татарка, ну конечно, потому что татарских песен не знаем. Кейін ойланып отырған аны татарский павликтарда өгінген келесе үйде палдылар. Русланданың мастер бала сақтан анекдоттар сөйлей тұрған. Әлі 2 сағат сөйлештік. Бүтін мектепте оқыған вақыттағы қызық мәлдерді еске алып, күлісіп, рахатланып, ойнасып, сейсіп қойттым достар. Барыбір классташтарды хағындыра. Кстати, мұна мен бір классташтардың елішіне барғаным жоқ. Прямо қиын болып кетті. Әлі Руслан сөйдеді, теге елішташ айттық, бұл елішташ айттық дейді. Мен мұна бір барғаным жоқ. Почему так получилось, не знаю. Знаю, конечно, потому что, достар,
Вақыт жоқ деймін де бармаймын да қоямын. Вақыт жоқ деймін де бармаймын да қоямын. Мына барар керек. Ғұмыр өтеле кете білем. Бір барғаным жоқ елішқа. Элек һиңә әйтә торгайным бит, ышанмай торгайым, һинең аяктарың һызданһа. Шулай инде. Мин әйтә торгайным бит сиңа. Хәзер үземнең аягым һыздай. Ялан аяк йөрөмә балам тепикә. Врач әйтте, из поколения в поколение бирелә генетический ревматизм. Һин бит әйттең, аяк һызданга рецепт бирәм сине. Индийский лук үстерәм икән. Индийский лук шуны һауганы белән һавагын лес мясорубканан үткәрәм дә, шунан аракыга һалып утыртып куям. Аракыга һалып утыртам да, бер 10 көн утырды, һине һөдүп алам. Тегенеһен таштайын инде. Һуганан. Һуганын, шунан шуны белән ыуынам. Төнөн менә бөгәрләрем һызып Аяқтарды просто ошай уаһың инде. һызып китә бөгәрем, төрөп ыуынып алһам, уже баһыла. О, индийский лукты кайдан алаң? Индийский лукты кайдан алаң? Индийский лук ана миндә үсеп утыра. Шунан ыуак кына ордыктарынан сыга. Ана шунан алып утыртам. Мин авырды сакта мичәргә ат егеп утынга бара торгайным. Авырды килешме? Кыш көне ат белән Миләүшәгә авырдымын. Фәрзәйнәгә. Барматыйның ягырга утын кирәк, өләсәң белән алатаң, теге бөрсөлүз белән авырынылар. Шунан мин йөрөнем. Балнискала шуларды литни бәлтә. Кыш көне ат белән шуларды балниска алып бардым. Ана шунан Фәйрүзә авырдыйным, исендә һавык тигән. Фәйрүзә таугаш та тотыш исендә сыйкан, башта сыйкан, терһәк, сыгала терһәктерендә ярыла, һытыла. Соқ тигеде. Шулай итеп шу тиктем адаланы. Инәң ана ней белән авырыны бит. Рәхмәтлесем. Караша достар, бында безнең тугандар килгән. Алар күркә үрсетәләр. Безнең уфимский тугандарға хаталар. Мына кара. Офигеть. Бер харык бисендә. Булай күркә дә харык кагыды. 650 күркә. Ака? И казда 650. Прикиньте, вообще осо. Күрдегезме? Аның бит эше күп. Вошыкты бу. Остагы. 12 кило ярым. Офигеть. Күпме? 12 кило сыдыр. Остагы. 20 меңдә 21 меңдә кылай икән. Карале, мына 8 мең була. Карап яңгы. Әйбәт бит ул карале. Ашулай бис. Теңне бит фарш эстәйләр. Фарш 7 күп сыгат. Бунда какой-то восточный базар. Бройлер, тауык, курка хаталар, өрәк. Мин сатып. Альберт акса күсә. Рәйлә пай күпме должны? 2100. Рәйлә пай килеп без тугандарын обеспечитте. Мына карашы достар. Рәйлә пай бөтәһенә дә каз, күркә, тауык хаттылар, хәрәкәтләнеп сәйсә. Акса эштәп алдылар. Еще ул, представляете, еще оказывается еще ат көтәм те. Прикиньте, ат кирәкме тияргә. Йылкылар. Мәхәббәтене йөрәгә халы тапаны. Кайтыр тинем өзелеп көттем кайтманы. Мәхәббәтене йөрәгә халы тапаны. Илаватам әллә? Илаватам әллә дим. Илаттай берәм мен шулай итеп, ошонда мин ярда батырным, олатан тегендә ятыр инде. Мин ошоларны болото үтәрдә ярдар инде. Шулай балакаем. Картайып, оҙаҡ йәшәнек инде, барыбер онотоп булмай. Яра, илама. 60 йыл йәшәнек бит балам бергә. Ташлатмай, оказывается, сөйлесек, өзінің 2 отырғыстарын құмарт күтіп әйті екен. Хочет передать по наследству отырғыстарды. Үлкен қызынан. Итак, короче, достар, бір магазинда отырғыз тапманық. Біргіні кіріп кетеді. Ауылда бір гіне магазин, хостовары. Хостовары магазины бірі гіне достар. Анығында жоқ. На самом деле, хостовар көп кемедер, потому что Монтагорск яқын дейін де, бүтін кіші шунан барып ала. Кстати, мына достар, менің оқыған мәктәп. Помните, мен бір елі кигенім, 3 ел тамы назад өтей мәктәпке инеп сығайым, қарап сығайым, өзімдің мәктәбімді тигенім, менің оқытушылар индірмәлілер, представляете ме, короче, прямо ишік түбінде тұрдылар да, директор школы, мен білмеймін, хәдір кім директор школы, әлік біздің директор школы ғымыр бойы Бәшир ағайны, неизменный. О,
Қарағыз, мындай бұрынғы ишік магазинді. Надежный. Надежный. Біз мектепте оқығанда шулай ишігіне хаман да шундай ишек. Вот бұл бай магазин. Evet. Мен хәзер төшермеймсе бірдәле. Мен мына өзімді төшере берем. Былай осындай отырғыз икеу генә ме? Ана теге бүкен. Дүртеу керек. Бездә бүкен тейдер бит. Бізде отырғызды. Бізде отырғызды. Бүке боламын. Бүкен ол емелгі жылады. Қоймайын, Милеуша, қоймайын. Хәзер қоймайым мен. Өзімді төшере берем тағын. Төшеріп қоймағыз деп халдары бітті ондағы апайлардың. Төшермеймін, өзім төшерем. Көрдің біздің ненде хосталары бар. Хәзер ондай Нуриманда хосталары жоқ. Мұна немегіне жоқ бұнда. Пин-код? Пин-код ердегіне бар біздің. Менге доверие жоқ. Пин-код бермеді. Мұна ешікті мен айтам. Біз мектепте оқып өргенде осы магазинға ингенде осы ешігіне хамын да сол ешік. Yoңғатқандар қасқысы. Көпме хаталар әйбір хамын ешігін алмастырмады. Ой, қырықтау. Мұна қарағыз, мамық бұнан бұрынғы замандағы. Неше ешікті алмастырмағандар екен? Хамын да сол ешік. Қатар қырық ешікті. Зато крас еткендер яңы красқаға достар. Біздің, короче, традиция достар. Яңы елға бітәнелі ұлтырғыстар бүләк еттерге. Бұлтыр қайнамдарға ұлтырғыстар бүләк еткейіне кухняға. Әсейдерге. Бұйыл мұна өләсейге ұлтырғыстар алдық. Өләсей, хеңе кухняға яңа ұлтырғыстар алдық. Теге ескі ұлтырғыстарыңды таштайық. Яме? Аңдаманым балам. Хиңе кухняға яңа ултырғыстар алдық дей. Ескі ултырғыстарыңды ташлайық дей Милеуша әйті. Бала қайғынамды. Әйден сығып қара ұлтырғыстарыңды, тегілеріңді ташлат дейінді. Ой, Аллаға етіп алғандар. Әйе, бұл хеңе яңы елға. Аллаға рахметінді. Тока хең массаж іші өстет, еме? Unutma. Массаж мы? Мен хеңе массажға іші ақса түләнем. Ой, Аллаға, бала мен ақша берейім. Аптыра парағың мәлі? Короче, знаете, что я сейчас буду петь? Вот. Чекушка. Бұның үстінде бір қатар шәп неме. Шәп. Кіні дару. Зәм-зәм. Ошыны алахың да өт. Ошы білкегіне чашқаға қояхың. Өсі ху. Өсі ху тіп еліміз кіна ху өнді. Әдігіне чашқаның ялтығына. Ишынан ху ошы нық целебный, нық лечебный. Немене зәм-зәм хуын ошлайтып. Бір столовый ложка қояхың. Дур кешеләргә рекомендуется 2 столовый ложка. Бутайһың да эсәһең. Бұл, короче, настойка. Менің әсәйім іштеген үзе. 7 түрлі үләндән и плюс прополис қосылған. Бұны есінен генә исерге болады. И ошоны яйлап мен эссе берем. Потому что меня кашель замучил. И әсәйім мені ялдаганда, и мына ошондай миңа чекушка эштеп берди. Нинде 7 түрлі үлән халынган, мен білмейм, әсәйімден сорармын. И рецепттан һеҙгә яҙып алырмын. Мен кайткайным, булар уже балга шалып турган. Приятного аппетита. Ух ты, қалай тәмдеген итеп бешергәндәр. Өләсей, балык ашаңмы? Ашаным, балык ашаным. Тәмдеме? Хеңәдә. Мұса айттым. Мұса кеттім, еге? Хәҙер мен һеҙгә күрһәтәм бәләкәскеле мунсаны. Элек бәләкәй саҡта миңә ҙур макурная. А хәҙер для меня ул вообще каприз бәләкәй генә. Вот такая маленькая баня, достар. И ул не только снаружи маленький, ул вообще бәләкәй. Мына мен һеҙгә күрһәткәнем бар уже. Йәйгеһен күрһәттем. Ишеге уже бәләкәй генә. Асаһың да и не уже иелеп инә. И мына ҡарағыҙ, минең башым потолокка тейә. Прикиньте, ошолай мунса. И мына мунсаның үсе ошай бәләкәй кенә. Бұл мунса әсәйгә эшләнгән. Мына һинең башың теймәй, ана ҡара. Мына ул не бәләкәй генә башҡорттарға эшләнгән. Ҙур башҡорттарға не рассчитан, потому что ҡара әсәй мына. Минең башты. Такое ощущение, достар, как будто был бір игрушечный әкиәттәге мунса һымаҡ. Ошонда мейес бит инде. Яғалар да шунан мына ошонда бәләкәй генә ишек. Ошонда инәһең дә, мына ошондай бәләкәй генә аккуратный гына мунса. Элек бит инде просто тегеней
чтобы мунса одағырақ есені тұтын, утын көп кетмәһін, потому что утын іштергені қауыр болған бетінде. Шының арқасында шулай бәлекей мунсалар ішлегендер. Вот, по этой причине такие маленькие бани. Мунсала, короче, достар, тоже мына менің башым тия. Мына қара, прямо түвәгә тия. Яланғас түшмеймін де, әсейтенеме, яланғас видео түсіремін. Вот, и что хочу сказать. Мына онда біздің осылай, не, эләуке, хымағы бәд. Идендер мына весь залитый, көрәхәгізмі. И бұнда мына эләуке тоже, бұнда чирдейдер енді. И ошу эләукелі, ошайтып қына отырып, юнахым. По-другому нельзя юнага, представляете ма? Еще была ештегендердер, мен не пойму. Интересный такой. Сайынды. Может, отырып қана юнахым. Идендер весь залитый. Неше бұнда иден қалмағандар. Оңайсый, өлік акасы бұнда идендер болған. Идендер разобралила, и уже көтертіп қойғандар. Представляете, мына ошында басып жүрегіңді, ошында мінәхің. Бұл, короче, бұнда бұл конструкция мне кажется, хилый. Бізді Альбертман точно не выдержит. Поэтому мен эләукаға мініп қылынмайым да, саванмайым да, просто тегіне ошында дүбір шатыр юынам да и сығып кетем. Короче, даже ышқынып та тұрмадым, потому что қорықтым, что ол мунсала мен эләуканы еміріп келіп түсірімін. И не стала рисковать, дүбір шатыр сайындым да, и сықтым да кеттім. Даже башым тылай тұрмадым. Опасный мунса для больших людей. Короче, бұнда не бітәхілі хабулашалар әсей тұрып қала өзінің әсәхінде. Зөһрәпай да тұрып қала. Зөһрәпай даже Испаниянан келген. Массаж істеттірген. Еще қолыңды үйдәлі немес тәттің, Зөһрәпай? Қолымды түшірдім. Қолын еще түшірген, потому что достар Испанияла, оказывается, юг әвейдер, которые мына қолды түшірәлер бетінде. Немес тегер, ғылақты ұсай келеді. Короче, ғылайда үсті түшкен, үсті көтерәлер бетінде. Сыққан қолдарды, аяқтарды орындарына қоялар. Бармақтарды, кстати, менің ошы биш бармағымды тоже бір әвей орынына қойды. Именно Зөһрәпай специально Испанияға қатқан, чтобы қолын қойдырттырға. Ауырттым. Ауыртты, қысқырдым. Қазір затуряқат көтерем, орнына отырды. Көп мәтірайынды орынға қойырға. Ну, смотря, көпі ойын берем. Көп мәтілейін шын сақын. Көпі Вот такие дела. Егет. Егет? Мен әвей деп үйдеп тұрам бұнда. Жоқ, оның әсі әвей, ол қалмашта шуайтып ішлей. Әбі малайы. Малайына передавать кәнімді. Ұтық ешке етемекен, етмеймекен. Оказывается, бір шулай әвей құлдарын орына қойған. Передал свои знания передавать еткен өзінің малайына. Ядыр малайы шулай тайқан. Представляете ма? Кейін сығып өріме. Уық бұла, мұнсанан хоң. Біз қайтырға сықтық, яқс одатма. Ана, не, сейіз үрпілдіп. Ярай, келер біз алай. Елама. Давай прополис менің чекушкамды бер. Неме көрет мен, көрет, мен уже көретіп сейістімін. Прополис, ештені мұна видео шекеркілді біргіз. Есіп, кейін ме өріген кері аурайын. Ладно. Рахмет, мына бұлттар. Ел бойы әр ұшына өсіп барам. Рахаттанып. Ердай қайтам. Ну вот и все. Бір күн бұлдықта. Уже қайтаға сықтық. Хау болағыз, бай болағыз. Біз іш болмағы. Зәке айды әсей қайтарып әрі. Мұна достар қарағыз. Қойтара еме, қойта. Неше біз әсейді қалдырып қайтағыз? Әсейіңні қолынып қойта, маның әсесі мұнда. Менің әсей юг. Мен детеймін сізбен қойтам. Короче, задача, достар, вот отгадайте вы, нет. Встретились две женщины в поезде в одном купе. И сразу же после этой встречи арестовали одного мужчину. Ответ, за что его арестовали? И вопрос, то есть, вот за что? Потому что эти две женщины встретились и решили этого мужика сдать. Потому что он был двоеженец. Нет. Я так думаю. А за что еще? Ну, от балды. Напились они в купе. Делать было им нечего, долго ехать. Нажрались и подумали такие, а что, давай этого мужика там оклеветаем. Оклеветали и сдали в полицию. Потому что им скучно было. Нет, я сказал нет. Подсказка шуба. Вот на одной из женщин была шуба. И этот мужик решил спереть эту шубу. Спер, короче. Эти две женщины его сдали в полицию. Нет. Вот тогда он сжег эту шубу. Нечаянно сигареты курил. Нет. Спер ее и подарил другой женщине. А другая женщина была жена его. Не понравилась ему эта шуба.
И вот я решил избавиться от нее. Выкинул из поезда. Этот мужик был в шубе, да? Одной из женщин. Она узнала свою шубу и сдала его. Мужика вообще не было в поезде. В смысле, ты сказала, мы сколько раз спрашивали, ты сказала, Айбет Айталия? Он ехал в поезде с ними, Диня? Нет. У одной из женщин была шуба из соболя, а у другой аллергия на кошачью шерсть. У той, что аллергия, случился сильнейший приступ аллергии. А благодаря этому выяснилось, что шуба на самом деле сделана из кошачьей шерсти. Женщина обратилась в полицию, и через какое-то время директор меховой фабрики получил наказание в виде лишения свободы.